Сегодня у нас проходит концерт в всемирно известном зале Карнеги-холле. И мы очень счастливы, что в зале очень много пришло публики, и большой успех, большой отшлаг. И, конечно, в концерте принимает участие Государственный симфонический оркестр Республики Казахстан. А также мы под эгидой Министерства культуры и информации приехали сюда, в Соединенные Штаты Америки, с выступлением в этом прекрасном, красивейшем зале. И в концерте принимают участие наши коллеги из Америки. Это прежде всего композитор Лоуэл Либерман, который написал концерт для скрипки с оркестром, который я исполняю. И также он написал концерт для фортепианной скрипки. Мы дуэтом исполняем вместе с симфоническим оркестром. И также в программе прозвучат произведения Атлеса Кашгалиева, его «Степная легенда», «Адажио», а также, конечно, его «Каскуо», всемирно известный, который мы играем на всех абсолютно сценах, где бы мы ни были, в Америке или в Германии или в Англии. И сегодня, конечно, такой значительный концерт, он проходит в рамках программы, принятой непосредственно Госдепом Америки. Называется эта программа «Дипломатия через музыку». И наши, как говорится, концерты тоже и приурочены к этой программе, но прежде всего мы, конечно, все концерты приурачиваем свои ко Дню Республики нашей страны и всегда, и прежде всего к 25-летию нашей Казахского национального университета искусств. И в рамках этого визита мы также сегодня будем выступать в Организации Объединенных Наций, которая пригласила нас любезно дать концерт в обеденное время. И также мы давали уже интервью и пресс-конференцию в Организации Объединенных Наций. И это вызвало очень большой интерес. И поэтому на концерт вот сегодня пришли те представители всех миссий Организации Объединенных Наций, и мы очень рады их приветствовать. И, конечно, пришли прежде всего коллеги, с кем мы обсуждали вопросы проектов в Джулиарде, также в Манхэттен Скул, также и в католическом университете в Вашингтоне. Очень интересный визит у нас был в Соединенные Штаты Америки. И мы намерены теперь дальше продолжать наше сотрудничество с этими университетами, а также и с концертными залами Нью-Йорка и Вашингтона. Бүгінгі біздің кезекті талқылайтын мәселе әскери мұражайындағы өтіп жатқан көрме, яғни бұл көрме не жайында сіздермен бірге толығымен таныстыратын боламыз. Бүгінгі көрме республика күніне арналған. Бұл көрмеде Қазақ ұлттық өнер университетінің көркем өнер факультетінің ұстаздары мен шәкірттері өздерінің туындыларын қойды. Бұл көрменің тақырыбы әрине туған жерге арналған, өйткені көрменің аты айтып тұрғандай туған жер тұғырым дейді. Сондықтан көрменің негізгі бөлігі Қазақстан табиғатына арналады. Бұл жерде табиғат көріністері көп кездеседі. Сонымен қатар тақырыптық картиналар, ұлттық нақыштағы картиналар. Сонымен қатар көрменің ашылуында өздеріңіз тамашалағандай сән дизайн мамандығының студенттерінің киім үлгілері ұсынылды. Бірінші кезеңде әрине көрменің осы Қазақстан жұртшылығына, оның ішінде біздің астанамызда келіп жатқан көптеген қонақтар менен арнайы адамдар бар, жастарымыз бар, осы студенттеріміз бар. Солар біздің студенттердің шығармашылығын тану, оның ішінде ұлы даланың керемет қасиетті дүниелерін, сонау көреден бері барлық тарихи дүниелерін зерттеп, оны шығармашылық дүниеге жеткізіп, оның барын халыққа таныту, жастарға үлкен тәрбие беру, оның ішінде мына патриоттық сезімде тәрбиелеу мәселесінде үлкен жұмыс істеп жатыр.
26 шабыт өнер байқауы. Бұл байқауға 4 түрлі қатысушылар қатыса алады. Біріншісі театр өнері, екіншісі үрмелі, соқпалы және де бейнелеу өнері. Барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Жалпы бұл байқау Қазақ ұлттық өнер университетінде болып жатқаны осымен 26-шы байқау. Бұл енді әрине біздің университет жан-жақты болғандықтан өнер саласында жан-жақты бұл жерде музыкадан болсын, бейнелеу өнерінен болсын болып жатқан фестиваль. Бұл енді 26-шы фестиваль. Бұл жерде енді өзінің кезегімен болып жатады. Биыл енді біздің көркем өнер факультетіне осы кезегі келді. Сондықтан енді жақсы орын алып, үйлеріне жақсы бағаны алып қайтуына тілектеспін деп ойлаймын. Ну, я хочу выразить свою благодарность за то, что нам предоставили такую возможность поучаствовать в этом фестивале «Ораторское искусство». Фестиваль очень нужен. Это выявляет молодые таланты, молодежь, талантливую молодежь. Мы сейчас вот второй день проводим этот конкурс. Здесь выявляются лучшие из лучших. Фестиваль, я думаю, подготовка фестиваля вообще серьезная. Талантливых ребят много. Вот будем выбирать лучших из лучших. И соответствующие оценки они получат. Біз енді өте осы фестивальдан талай дүниені көріп, алып, жастарды көріп жатырмыз. Біздің жастардың өнерге деген махаббатын көріп жатырмыз. Бұл керемет нәрсе ғой. Жан дүниелерін салып тұрып, жаңағы өлеңдерімен әнді қосып жатыр, биімді қосып жатыр. Жаңағы монологтар бар, өлеңдері бар. Соның бәрі керемет. Сондықтан біздің фестиваль өте керек, қажет. Бұл құтты фестиваль болсын деп тілектеймін. Сегодня, 23 октября, прошел очень знаменательный концерт, посвященный моему папе Джамбулу Кузимбаевичу Баспаеву, которому в этом, можно сказать, творческом году исполнилось бы 85 лет. Я очень благодарен всем участникам, всем педагогам, всем ученикам, учащимся, те, которые приняли участие и в подготовке, и самое главное, само выступление, оно всегда очень ответственное, всегда очень вызывает много эмоций для публики и для учащихся. Отдельные слова благодарности очень хотелось бы сказать руководству Казахского национального университета искусств в лице Айман Кажбековны Мусахаджаевой. Джамбул Баспаев – это выдающийся деятель музыкальной культуры Казахстана. Мы вспоминаем, как он приехал из Московской консерватории после обучения в классе знаменитого, великого виолончелиста Ростроповича. Вот. И для нас тогда, когда мы, конечно, были тогда студентами, и для нас то, что он приехал, великолепный виолончелист, он давал такие прекрасные концерты, очень яркие, харизматичные. И я хочу сказать, что за эти годы, пока он работал, играл, был на сцене, для него очень много произведений написали казахстанские композиторы. Он был аранжировщиком очень многих произведений, переложений. Ну, я думаю, очень яркая его работа с ансамблем виолончелистов. В любую точку, куда он ездил, Казахстан, он везде собирал ансамбль виолончелистов. Это было вообще удивительно, то, что такая преданность своему инструменту, своей виолончели. Вот. И я думаю, что Джамбул Кузимбаевич достоин быть увековеченным в названии наших улиц, в названиях наших детских музыкальных школ, может быть, да, каких-то вот памятников. Мне кажется, он заслужил это. Потому что виолончельная школа Казахстана, она сложилась и во многом благодаря его самоотверженному и творческому бытию, скажем так.
Оразбек Сәрсенұлының 100 жылдығына орай өтіп жатқан шығармашылығына шолу жасайтын боламыз. Ол кісінің 100 жылдың аралығындағы қойылып отырған мерейтойы. Бұл мерейтойды өткізіп отырған біздің дәстүрлі өнер факультеті жайында толығымен тарқататын боламыз. Ал енді біз осы Қазақ ұлттық өнер университетінде дәріс беріп жұмыс істегеннен кейін біздің міндетіміз осы күйшілік мектептерді дәріптеп жалпақ жұртқа тарату. Соның мақсатында біз осы күйшілік мектептерді дәріптеуді қолға алып жүрміз. Ал енді соның бірі өте зерттелмей қалған мектеп деп айтуға болады. Осы міне Қызылқұм күйшілік мектебін айтуға болады. Және солардың тұяғы деп айтсақ болады, осы міне бүгінгі концерт өтіп отырған Оразбек Сәрсенұлы. Бұл кісінің өз жанынан енді 7 күй шығарған, және де Оразбектің термесі деген тағы да әндері бүгінге дейін жетіп отыр. Бұл кісінің енді күйлерін оркестрге түсірілу жүріп жатыр қазір. Оны атап айтатын болсақ, Айтқали Жайымов, Ермарат Үсенов деген ағаларымыз бұл кісінің күйлерін оркестрге түсірген. Жалпы негізі мына күйшілер, күй шығару өнерімен айналысатын композитор деп айтсақ болады. Оның енді көбісі ол заманда музыкалық білім алмаған. Бірақ енді мына күйшілік өнер, жыршылық, жалпы өнер мына Алладан дариды деп айтатын болсақ, бұл кісі де сол кісілердің қатарында. Бұл кісі енді арнайы музыкалық білімі болмаса да, міне осындай деңгейдегі күйлер шығарып отыр.